Көктемнің шырайлы мерекесі Қазығұрт ауданында да аталып өтуде. Аудан билігі бұл күні тыл еңбеккерлері, көп балалы аналар мен түрлі салада еңбек етіп жүрген нәзік жандыларға төрден орын берді. Аудан басшысы өңір дамуына өлшеусіз үлестерін қосып келе жатқан аналарымызға өз алғысын білдірді. Алдымен аудан басшысы 5 немере 19 шөбере 2 шөпшектің әжесі 101 жастағы Гүлсара Байтасованы құттықтаудан бастады. Ақсамайлының батасын алып, иығына шапан жауып, сый құрмет көрсетті. Бүгінде Қазығұртта 100 жастағы кейуана ғұмыр кешуде. Мерекеде сол ардақты жандарды ауыл әкімдері үйлеріне барып құттықтады. Соғыс уақытта жан қаған жоқ қой. Үлкенді де кетті, кішімді де кетті ойдағырда. Сонда мен қатары қыздардың бәрін жеп әкетті. Мені әкетпеді. Мен ана бухгалтерға секретар болып едім, конторда. Сол секретарлығымнан қалдырды. Мен қалмайым дедім. Гәріседі бухгалтер. Қалмайым дедім. Мен кетем сондай қатысын. Болмады. Осы секретарды отырасын деді. Жанұядағы бала тәрбиесі қиын кәсіби міндеті, отбасында жылылық пен махаббат. Қоғамда бейбітшілік пен тыныштықтың орнауына әйел қауымының алатын орны ерек. Сондықтан аруларды ардақтау шаралары бір күнмен ғана шектелмеу керек дейді шараны ұйымдастырушылар. Мереке керемет мереке. Бүгін біз қуаныштымыз. Өйткені осындай мерекеде аудан басшысы құрметтеп, елеп ескеріп атса, одан артық қандай бізге марапат керек, одан артық қандай бақыт керек. Біз бақыттымыз, қуаныштымыз. Ауданда 316 батыр ана, 1834 алтын, 2872 күміс алқа таққан ана бар. Оларға мемлекет тарапынан тиістер көмектер көрсетілуде. Мерекелік шарада нәзік жандылар марапат алып марқайды. Біздің елбасымызға рахмет, осындай іскер әйелдерді, қызметтерін бағалап, көп балалы аналарды құрметтеп, кешегі Нұр Отан партиясының съезінде де ерекше көңіл бөліп, құрметке лайық екендерімізді айтып, марапаттап, құттықтап жатыр. Осылайша мейірімділік пен сұлулықтың, даналықтың және рухани қуаттылықтың салтанат құрған күні Қазығұрттық аяулы аналар бір марқайып қалды. Шара барысында аудан өнерпаздары әннен шашу шашты, мың бұрала би биледі. Қазығұрт ауданынан Гүлсанат Қалымырзағызы, Сапарбек Қалботаев, Гүлмаржан Молдадос, Тұран Ньюс.